Сәлем құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге ет асудың видеосымен бөлісемін. Қазақтың ұлттық тағамы, ол өте дәмді тағам бешбармақ. Ең алдымен ыдысымызға мұздай суды құйып аламыз. Одан кейін жуып тұрған кішкене сүр етімізді және де былай сиырдың еттерін, майын, аз-маз барлығын салып, газымыздың астын жоғарыға қойып, тұзымызды сеуіп, қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін уже бетіне көбігі шыға бастайды. Сол барлық көбіктерін тазалап аламыз да оттың астын сәл бәсеңдетеміз. Содан кейін тағы да қарап отырып 2-3 рет осылай бетін тазартып алсаңыз, сорпаңыз таза болады, ешқандай артықсыздар болмайды. Мөп-мөлдір өзінің майымен осындай мөлдір сорпасы болып әдемі болып тұрады. Етіміз осылай жұмсарып қайнап піскеннен кейін уже пісу жақын аламын деген уақытта бір сағаттай қалғанда осылай картошкаларымызды жуып тазалап салып қайнатып аламыз. Картошкамызды салғаннан кейін етіміздің нанын дайындап аламыз. Ол үшін 1 жұмыртқа, 1 бокал су, жарты шай қасық тұз және одан кейін 3,5 стакандай ұн жетіп қалады. Содан жақсылап тестімізді илеп дайындап аламыз. Дәл осындай күшті болып тестіміз иленіп шықты. Өте жұмсақ, керемет, жұмыс жасауға ыңғайлы. Осылай үшеуін де жайып, барлығын дайындап кішкене кептіріп аламыз. Осылай етіміз піскеннен кейін бір ыдысқа салып, кішкене суытып аламыз. Оған шейін біз етіміздің нанын сала береміз. Қайнап тұрған сорпаға осылай кесіп алып, бір-бір өте тез қайнайды, қолдан қамыр болғасын, тез-тез 4-5 минутта нанымыз пісіп шығады. Осылай әп-әдемі алып қойып, бетіне етімізді қойып, тұздығын жасап ұсынамыз. Барлықтарыңызға рахмет, менімен болғандарыңызға. Ас болсын.